Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 132-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық ойын туралы не білемін, В дыбысымен әрпі деп аталады. Бұл сабақта сен В әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында В әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. В әрпін көркем жазасың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешейік. Екі аяқты бір басты, жүгіреді тым қатты. Бұл не деп ойлайсыңдар? Балалар, бұл велосипед екен. Велосипед деген сөз қандай дыбыстан басталып тұр, балалар? Дұрыс айтасыңдар, В дыбысынан басталып тұр екен. Енді балалар, бүгін біз В дыбысымен әрпімен танысамыз. Мұнда біз В дыбысының баспа түрі мен жазба түрін көріп тұрмыз. Қане, В деп айтып көрейікші бәріміз. В. В айтқан кезде балалар, өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырайды екен. Яғни, В дыбысы дауыссыз дыбыс. Оны біз көк текшемен белгілейміз. Енді балалар, В әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жасап көрейік. Велосипед. Велосипед. 4 буын бар. 9 әріп бар. 9 дыбыс бар. Оның 4-еуі дауысты, 5-еуі дауыссыз дыбыс. В дыбысы сөздің басында келіп тұр екен. Келесі сөзіміз автобус. Автобус. 3 буын бар. 7 әріп, 7 дыбыс бар. Оның 3-еуі дауысты, 4-еуі дауыссыз дыбыс екен. В әрпі сөздің ортасында келіп тұр. Келесі бірінші тапсырма, балалар. Оқы. Мына сөздерді мұқият оқиық. Велосипед, трамвай, автобус. Бұл сөздердің бәрінде В әрпі бар екен. В әрпі, балалар, көбінесе бізге орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Балалар, біздің салт дәстүріміздің бірі ұлттық ойындар деп біз өткен сабақтарда айтқанбыз. Біз ағамыз әсіресе жылқы малына байланысты ұлттық ойындарды көп ойнаған. Солардың бірі бәйге, аударыспақ, қыз қуу, көкпар, теңге алу жатады екен. Балалар, мына екінші мәтінді оқу арқылы ұлттық ойынның атын табайық. Ат жарысы басталды. Алда келе жатқан кім? Бас қамшыны бас. Қандай ұлттық ойын туралы айтылған, балалар? Ойланып көрейік. Дәптермен жұмыс. В әрпінің бас әрпімен кіші әрпін жазып үйренеміз. Жұмыс дәптеріміздің 31-ші бетіндегі В әрпімен В әрпінің берілген буындар мен сөздерді әдемі жазайық. Жарайсыңдар, іске сәт.